Қайран қарауыз. Әншейінде байқамайды екенмін. Қарауыз нағыз иттің төресі екен. Ақлима апайдың немересі Асқаттың көзін ашпай тұрғанда қойнына тығып әкелген күшігі. Алғашқыда қынсылап енесін іздеген қарауыз бірте-бірте жүні тікірейіп, шау-шау етіп үретінді шығарған. Күшіктің Асқат десе жаны бір басқа жаннан қарселі қалмайды. Құлтырандай жүгіріп әрі-бері ойқастап иесіне кеп асылады. Әлденені ұзата лақтырып жіберсе тістеп алып келеді. Алдыңғы аяқтарын көтеріп амандасады. Құдды сиырктың үйретілген күшіктер сияқты. Қарауыз өсе келе тұмсық тұсы шымқай қара құлағы тікірейген әрі сысты төбет болды. Бірақ әдетін тастаған жоқ. Әрқашан Асқаттың жанында. Әлдекім әзілдеп Асқатқа тисе, қарауыздың жүні тікірейіп ырылдап қоя береді. Тайыншадай төбеттің сұсынан қорықпай көр. Тісін ақситып кеудене асыла түссе, сауданың біткені. Бірақ қарауыз әлде кімді талап тастапты деген сөз естіген жоқпын. Оның үстіне қарауыздың мойнына шынжыр байлаған емес. Мінезі шығар. Күші күніңдей тауық қуалап, көрінгенге шәуілдеп тентектік танытпағалы қашан. Үйдегі қарала мысық әрқашан қарауыздың қойнынан табылатын құдды екеу дос сияқты. Тіпті алдындағы тамағын ұрлайтын кішкене кәндектерге де көз алайтпайтын. Түнде үруге еріншек, бірақ қақпаға бейуақта кірген адамды қайта шығармайтын әдеті бар. Бірде апам су таситын арбаны алмақ ниетпен Асқаттың үйіне барып, 2-3 сағаттан соң зорға оралған. Сөйтсе ол үйде ешкім жоқ екен. Құды адам сияқты. Күзетші. Күзеубай қарауыздың жанында түкке тұрмайды. Дейді апам, көрші иттің мақтап. 2-3 сағат бойы қарауыздың тұтқыны болғаны есіне шығып кеткен сияқты. Апам қарауызға нан да беріп көріпті, бірақ күзетші қарауыз мән бермепті. Тек Асқат келгеннен соң барып, «Ау қарауыз, мұның не? Көрші апайым емес пе? Мұның жөн қылыққа жатпайды» деп басына сипағаннан соң жіберіпті. Асқатты ел боп әскер қатарына шығарып салдық. Қарауыз иесінің ұзақ жолға кеткенін білген сияқты. Басынан сипаған Асқатқа 2-3 рет гүр-гүр етіп үрді де құйрығын бұлғандатты. Мақұлық-ай, қу ішіп біліп тұрма екен, десті маңайдағы тұрғындар. Ал жомарт қарауызға бас көз бола жүр. Тентек балалар тас лақтырылып шығармасын. Ит атқандардан сақ бол, деді Асқат маған қарауызды тапсырып. Орнынан қозғалған автобуспен бірге ілескен қарауыз сол күні ұшты-күйлі жоқ болды. Бір күн өтте қарауыз үйге оралды. Ұзақ жолдан келген жолаушыда есік көзінде күркесіне кіріп ұзақ жатты. Сырттан бақылап қоямын. Көруге келген көшенің балаларына тіпті назар салар емес. Асқатты ойлап мұнайып жатқан шығар, дейді Ботабек. Шіркін-ай, менің де осындай итім болса ше. Асқаттың атын естіген қарауыз елең етіп басын көтерді де қайта мызғып кетті. Қарауызды Асқат неге бірге әкетпеді екен, деді Боранбай деген кіп-кішкентай бала. Шекарашыларға қырағы күзетші керек қой. Шынында да, деп қостайды қалғандары. Қарауыз шекарашылардың итінен бір кем емес.
аулаға кірген бөтен малды да ажыратады, деді Арман. Басқа иттердей шу көтермей рылдап қойып қақпадан шығарып салады. Біздің айтқанымыз тек әңгіменің бергі жағы екен. Қарауыз ақылдылығын күннен күнге дәлелдей түсті. Асхат кеткеннен кейін Қарауыздың да мінезі өзгерді. Сабаққа кетерде ертеңгісін мені күтіп алып мектепке барды. 6 сабақ біткенше мектеп есігін торуылдаумен есі шығады. Шамасы Асхат шығып қалады деп ойласа керек. Одан қалса есі бар ады-ау деген достарының үрейлерін шолып өтеді. Қайтып келіп үйшікке кіріп ұзақ уақыт ұйықтайды. Ертеңгісін кейде Асхаттың апасы екеуі табынға мал қосады. Әлде қалай иесінің аты аталса Қарауыз сол жерден табылады. Асхаттың хатын оқығанда апасына жаутаң-жаутаң қарап, «Ауп-ауп» деп гүрілдей үреді. «Онысы менің Асхатым қайда жібердіңдер? Ол менің жанымда жүрсе керек еді», деп мұны шаққаны шығар. Ондайда Асхаттың апасы, «Ау, Қарауыз-ау, Асхат үлкен жігіт емес пе? Әскерге барып елін қорғап жүр. Сен мені күзетесің деп тастап кеткен. Оны көп іздеме, уақыт деген сынаптай сырғып өте шықпай ма? 2 жыл деген не тәйірі?» деп күңкілдеп алады. Осы сәтте кейбіреулер, қойшы, жеңеше, Қарауыз сенің не айтқаныңды түсіне ме? Мақұлық емес пе? деп күлсе, Асхаттың апасы кәдімгідей-ақ ренжиді. Қабағын шытып, «О Құдай жаратқан, сені де Қарауыздың қыспағына бір түсесін-ау. Ол адам білмегенді біледі. Жаман жәутік адамның Қарауыздың тырнағына татымайды», дейді ол. Шындығында да Асхаттың апасы дұрысын айтады. Оның үстіне белгісіз бір күш мені Қарауызға танып тастағанына танымын. Қарауызды көргенде ойыма Асхат түседі. Ол әскерден қайтарда Қарауызды алдынан алып шықсам ба деймін. Асхат сонда не дер еді? Бәрінен де Қарауыздың сол бір сәтін айтсайыншы. Кеудесіне асыла түсетін шығар. Тек Қарауызды аман сақтау керек деймін. Әуелі ауылдағы балаларға Қарауыздың жайлы белгілі. Жыл өте Қарауыз маған қартайып кеткен сияқты көрінген, бірақ Асхатты ұмытпады. Аты естісе құлағын тікірейіп, жанына жетіп келеді. Мұндайда ит болады екен деп таң қаламын. Кеше күздің қысқа қараған шақ еді. Ертеңгісін сабаққа кетуге дайындалып жатқанмын. Ойда жоқта есік қағылды. Сиырларды көршілердің табынға кезектесіп айдайтын әдетім. Солардың бірі ме деп ойладым да асықпадым. Есік бұрынғыдан қаттырақ дүрсілдедім. Әлде кімнің? «Қарауызды өлтіріп кетіпті», деді қырылдаған үн. «Не дейді?» Даусым қатты шықты. Жүгіре шыққан маған шашы жаулығының сыртында қобырай көрінген Ақлима апа сұқ саусағымен қора жақты көрсетті. Сөйткенше жан-жақтан көршілер де жиналып қалды. Қақпаның сыртқы бетіндегі шарбаққа таяу жерде үсті-басы қан-қан боп созылып Қарауыз жатыр. Кеудесіне қара қошқыл қан үйіпті. Иттің баласы кім болса да нағыз қаншер екен, пышақтап кетіпті, деді әлдекім. Есікпен төрдей жердің ойран топырыны шығарыпты. Дала дуласы шыққан шүберектердің қиқындылары. Түнде жаңбыр жауса керек. Балшық бетінде айқыш іздер. Қарала сиыры мен бұзауын алып кетуге келген екен. Қарауыз ұрыларға қарсы тұрып,
Жанын қиғанша алысыпты, деді Асқаттың апасы көзіне жас алып. Еңіреп жібере жаздадым. Пиғылы қара адамдардың тіршілік атаулыға деген аяушылық сезімі қара тастай қатып қалған шығар. Қарауыздың жаздығы не? 2-3 күн өте ұрылар ұсталды. Олар Қарауыздың қайсарлығын жасырмапты. Алып соғып үстіне отырып алған соң пышақ салыпты. Эх, иттер-ай, олар мына дүниеге несіне келді екен? Бірақ енді ақылды Қарауызды қайдан табамыз? Бәрінен де Асқатты не деймін? 2-3 күн өте Ақылима апай, әй қарағым жомарт, Асқатыма Қарауыздың өлімі туралы ләм деме. Жаны ауырады ғой, жолдастарына да ескертіп айт, дедім күрсініп. Басымды изеймін. Көз алдыма Қарауыздың әскерден оралған Асқатты қарсы алғанын елестейді. Кеудесіне асылып, Асқат, мен сені сағындым ғой, не қып сонша кешіктің дейтін сияқты. Қайран Қарауыз, сенің жөнін бөлек еді ғой. Қадірменді алтын босаға тыңдармандары, сіздерге ит туралы әңгіме ұнаса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздерден өтініш. Тіркелсеңіздер, сіздерге алдын ала рахмет айтамын.